Баршаңызға сәлем, сіздермен бірге Мадина. Біз бүгін өріктен сок дайындаймыз. Қысқа арналған, сақтауға арналған, өте дәмді болып шығады. Алдымен өрікті жуып, ортасындағы сүйегінен ажыратамыз. Сонан соң осындай блендермен жақсылап еземіз. Егер сізде блендер болмаса, ет тартқыштан өткізсеңіз болады. Бізде осындай масса пайда болады. Сүзгіден өткіземіз массамызды. Сүзгіден өткізу міндетті, себебі арасында өріктің тамырлары және де қабықтары болады. Солардан осылай ажыратып алып тастаймыз. Дайын болған массамызды шұңғыл ыдысқа құйып, осы ыдысымызбен бірдей етіп, бірге бір су құямыз. Суымызды құйып, жақсылап араластырып, енді отқа қоямыз. Бетін жауып, қайнағанын күтеміз. Мінекей менде қайнап бастады. Жақсылап араластырамыз. Қайнап жатқан согымыздың бетіндегі көбіктерін алуды ұмытпаңыздар. Осылай көбігін аламыз. Өріктің сортына қарай, дәміне қарай қант саласыздар. Мен 400 грамм қант салдым. Қант салғаннан соң 15 минут көлемінде қайнатамыз. Дайын болған согымызды буланған банкамызға құйып, буланған крышканы жауып, төңкеріп, бір түнге қалдырамыз, жылы жерге. Қысқа дайын, мінекей, сіздерде осылай үй жағдайында отбасыңызға, жақындарыңызға осылай дайындап берсеңіздер болады. Лайк басуды ұмытпаңыздар.